Қазіргі әлемде сыбайлас жемқорлық елеулі проблема. Тұрақтылық пен қауіпсіздікке, орнықты дамуға және азаматтардың әділдікке деген сенімін сезінуге қауіп төндіреді. Бүгінде елімізде 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы жүзеге асып жатыр. Процеске азаматтық қоғам тартылып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен оның көріністеріне нөлдік төзімділік атмосферасының ықпалын қамту кеңейтіліп жатыр. Жамбыл облысы бойынша филиалында 8 қылмыстық іс болған. Оның ішінде біздің ұйымның араласуымен 8 қылмыстық іс ашылған және ол сотқа дейін жеткізілген. Сонымен қатар 500 миллионға жуық қаражат үнемделген. Ол өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік сатып алу порталында және де басқа да осы ашық дерек көздерде жарияланған ақпараттарға талдау, мониторинг жұмыстарын жүргізу арқылы анықталып отырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі есепті кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру бойынша 10 мыңға жуық азаматты қамтитын 150 іс-шара өткізіпті. Облыс аумағында 100-ден астам баннер орнатылған. Өткен жылғы қорытындыны зерделедім. Біздің Қазақстан бірінші рет 180 мемлекеттің ішінде 93-ші орынға қазір орнықты. Қалай біз онымен мақтанамыз мысалы. Бірақ көп жылдан бері кішкене болса да алға жылжу бар әрине. Себебі осы президенттің талабымен заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр, жауапкершілік артылып жатыр. Санаға сіңіп кеткен сыбайластықты жою мүмкін емес. Бұл үшін 20, 30, тіпті 50 жылдап уақыт керек. Бастысы жұмыстар атқарылып жатыр. Дәулет Акимов, Мейрамбек Сағынов, Елдар Төстікбай, 24 News.